Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бүгін бауырдан жасалған өте дәмді шығатын чебурекидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Ұнымызға тұзымызды және сұйық майымызды қосып, жылы сумен жұмсақ эластичный қамыр болғанға дейін илейміз. Қамырымызды 10 минутқа тындырып қойып, 10 минут өткеннен кейін ұнымызды сеуіп жіберіп, оқтаумен жайып шығамыз. Осылай жұқа болуы керек. Мен үлкен және кіші чебурекилер жасадым. Ал салмасына піскен бауырды ет тартқыштан тартып және бір пиязды қосып, барлығының ішіне салып шықтым. Осылай екі бетін жауып, вилкамен әрлейміз. Немесе бірден вилкамен әрлеп шығуымызға болады. Барлық чебурекилерді осылай жасап болғаннан кейін қызып тұрған майымызға чебурекилерімізді салып, екі жағы қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне осындай керемет чебурекилер дайын болды. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтыншаш. Жасап көруге кеңес беремін.